Сәлем достар, бүгін сіздермен қуырылған бәліш рецептімен бөлісетін боламын. Жасалу жолы өте оңай, әрі дәмді болып шығады. Ең алдымен таза ыдысымызға жылы су құямыз. Оның үстіне қант, ашытқы салып, 10 минутқа жауып қоямыз. Ашытқымыз жұмыс жасау үшін. Ашытқымыз жұмыс жасаған соң, дәмі бойынша тұз саламыз. Бір ас қасық майонез, 67,5% майонезмен де барлығын араластырып, ұнымызды жай азыздан елгезектен өткізіп салатын боламыз. Ең басты, ұнды көп салмау қажет. Азыздан салып отырып елесеңіздер, қамырларыңыз өте жұмсақ болып шығады. Қамырды жұмсақ елегендіктен қолымызға жабыспас үшін кішкене зәйтүн майын жағып, бір илеп қоямыз. Дайын болған қамырымызды бетін жауып, жарты немесе 45 минутқа жылы жерге қойып қоямыз. Келесі кезекте ішіндегі салмасын дайындайтын боламыз. Ең алдымен оған жуа керек болады, яғни пияз, майда турап кесіп бірнеше бөлікке бөлеміз. Қызып тұрған табамызға пиязымызды салып, қызарғанша қуыратын боламыз. Оған дәмі бойынша тұз және де бұрыш салсаңыздар болады. Келесі кезекте картопымызды аршып аламыз. Картоп суда қайнатылған. Қабығы аршылған картопымызды майдалап етіп еземіз. Оның үстіне бөлме температурасындағы сары май саламыз. Дәмі бойынша тұз, бұрыш және де табада қуырылған пиязымызды салып, араластырамыз. Қамырымыз видеода көрсетілгендей көтерілді. Көтерілген қамырымызды бір шетке алып, кішкене де ұн сеуіп, бірнеше бөлікке бөліп, пирожки жасайтын боламыз. Қызып тұрған табада кішкене май құйып, өте көп мөлшерде құймаймыз. Пирожкимізді пісіреміз. Екі бетін қызарғанша қуырып аламыз. Астарыңыз дәмді болсын. Келесі кездескенше менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.
Ben beğen koy. Ben beğen koy. Ben koy. Ben ne dedim oğlum?